Нақты сандарды салыстыру келесі ережелер арқылы орындауға болады. Егер А және Б сандарының айырмасы оң сан болса, онда А саны Б санынан үлкен болады. Егер А және Б сандарының айырмасы теріс сан болса, онда А саны Б санынан кіші болады. Енді осы ережелерді пайдаланып, 3,14 пен 25-81 сандарын салыстырып көрейік. Ол үшін берілген сандардың айырмасын есептеу керек. 3,14 пен 25-81 сандарының айырмасы минус 10-нан 1-ге тең. Яғни, берілген сандардың айырмасы теріс сан. Онда 3,14 саны 25-81 санынан кіші болады. А саны Б санынан үлкен немесе тең және А саны Б санынан кіші немесе тең болған жағдайлар.